сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мектепшілік подкастта Рамазан Ислам. Бүгінгі подкасттың тақырыбы мектеп өмірі. Бүгінгі подкасттың қонағы 11 сынып оқушысы мектеп президенті Айнара. Жалпы қалың қалай? Шақырғандарыңа рахмет, халім жақсы. Ал ендеше сұрақтарға көшсек. Ал енді бірінші сұраққа өтсек, мектеп өмірі сіз үшін нені білдіреді? Жалпы мектеп өмірі деген мен үшін біраз мағынаны білдіреді десем де болады. Мектепке алғаш аяқ басқаннан бастап, міне аяқтайын деп жатырмыз. Сол сәттен бастап мектеп өмірі мен үшін білім нәрімен сусындататын, жалпы жақсы ортаны таба білетін, баға жетпес ордам десем де болады. Екінші сұрағымыз, қазіргі мектептің басты ерекшелігі қандай деп ойлайсыз? Жалпы қазіргі мектептің басты ерекшелігі дедіңіз ғой. Басты ерекшелігі бұл жақта мен ойлаймын, заман алдыға дамып жатыр. Заман алдыға дамыған сайын бізде инновация болсын, мектептегі мектеп беру бағдарламасы болсын, бәрі өзгешеленіп жатыр. Мысалы қазір бізде бұрынғыдай журнал деген жоқ, білесіз. Көп нәрсе өзгерді десем де болады. Ең басты ерекшелік ол қазір балалар, тіпті балалардың өздері өзгеріп жатыр. Мен айтар едім, ең басты ерекшелік ол бізде білім беру бағдарламасы қазір тіпті басқаша болып жатыр, бірақ та бұл өзінің жақсы нәтижелерін алып келіп жатыр десек те болады. Рахмет. Келесі сұрағым, мектептегі ең есте қалған сәттеріңіз қалай? Мектептегі ең есте қалған сәттерім, ол әрине біздің барлығымыз үшін деп ойлаймын. Ол біздің бірінші сыныпқа барған сәтіміз, ешкімді танымаймыз, сондай мектеп өмірі деген не екенін білмейміз, сондай тіпті мұғалімімізді, сыныптастарымызды танымаған кезімізде бір ерекше бір сезім болды мектепке барған кезде. Келесі ең есте қалар сәтім, ол менің мектеп парламентіме кірген кезім десем де болады. Мен өзім жалпы мектеп парламенті өмірінде биыл үшінші жыл осы мектеп парламенті ұйымында жүрмін. Мектеп парламенті ұйымын ең бірінші осы дебат фракциясынан бастаған болатын. Сол кезде 2023-2024 жылы мектеп парламентіне кірген сәтім мен үшін ең ерекше. Себебі мен мектеп өміріне белсенді араласқан кезеңім жалпы осы сәттен басталды. Мен үшін қазірде, мысалы қазір мектептегі жалпы абырой десек те болады, мектепте жүрген бір мысалы көбісі танып жатады, Айнара деген сияқты. Осы мектеп парламенті мен үшін бір ерекше сәт болды десем де болады. Төртінші сұрағымыз, сабақтан тыс іс-шаралар оқушыға не береді? Сабақтан тыс іс-шаралар дегеніміз, мен жалпы мектеп парламентін айтсам болады. Мектеп парламенті бұл оқушылардың сабақтан тыс және сабақ кезінде өздерінің көптеген идеяларын жетілдіре білетін орта, және де көптеген оқушыны аша білген осы мектеп парламенті болсын, дебаттық ұйымдар, спорттық ұйымдар, осы ұйымдардың барлығы негізі сабақтан тыс өтеді. Бұл оқушылар үшін 100% өте жақсы, себебі оқушы мектепте, мысалы мектеп кезінде ол білім алады, сабақ оқиды, ал мектептен тыс өзінің былайша айтқанда хоббимен айналысады десек те болады. Мысалы сіз өзіңіз спортта жүрсіз, мен мысалы дебатта болдым, мектеп парламентінде болдым, көптеген идеяларды іске асырдық. Жалпы сабақтан тыс болатын әрбір іс-шара ол оқушыға зиян емес, оқушыға тек қана пайда алып келеді деп айта аламын. Бесінші сұрағымыз, мектеп сізге қандай өмірлік сабақ үйретті? Мектеп жалпы өмірлік сабақ мен үшін, енді біз қазір мен көптеген жарыстарға қатыстым, аудандық болсын, облыстық, республикаға дейін шығып келдім. Сол сәтте бір кез болады, сен күнде жеңе бермейсің дегенде ғой, бірде жеңесің, бірде жеңілесің. Мен өзім спортпен де айналысқам, спорт өмірімде де, яғни баскетболда да бірде жеңдік, бірде жеңілдік дегендей. Мектеп өмірі маған құласаң тұруға болатынын, яғни ешқашанда сынбау керек екенін үйретті. Осы жарыстарға қатысқан кезде бір жарысында ұтып жаттым, бір жарысында ұтылдым өкінішке орай, бірақ та мен ешқашанда сынбадым. Мектеп өмірінде маған сенім артқан ұстаздарым болды, жанымдағы сыныптастарым бар, достарым бар. Солардың арқасында мен нағыз сенімнің не екенін, және де қандай да бір сынақ болсын, жарыс болсын, қандай да бір нәтиже болсын, ол оң болсын, ол мүмкін теріс болсын, ешқашанда сынбау керек екенін осы мектеп өмірі үйретті десем де болады. Жалпы, құрметті көрермендер, бұл подкастты көріп тұрсыздар. Мен ең алғашқы, былайша айтқанда, қонақ ретте көп рахмет айтқым келеді мені шақырғандарыңызға. Жалпы подкасттарыңыз өрлей берсін, керемет подкаст. Құрметті көрермендер, сіздер де осы подкастты көріңіздер. Егер де менен де басқа адамдарды осы орында қаласаңыздар, комментария болсын, не болмаса осы жүргізушінің өзіне жазыңыздар. Жалпы бұл подкаст маған өте қатты ұнады. Көп рахмет сіздерге.
Сізге көп рахмет. Сізге алда тек сәттілік тілейміз. Бұл подкаст бір толқын және 49 ньюс жаңалықтар айдарымен түсіріліп отыр. Назарларыңызға рахмет.